Шалқан. Баяғы бір заманда атай мен әжей болыпты. Олардың бақшасы бар екен. Бірде атай шалқан отырғызады. Шалқан өп-үлкен боп өседі. Бір күні атай шалқаны жерден суырып алмақшы болады. Ары тартады, бері тартады, бірақ шалқанды шығара алмайды. Көмекке апаны шақырады. Апа көмекке немере қызын шақырады. Немересі итін шақырады. Ит қыздың етегінен, немересі апасынан, апасы атасынан, атасы шалқандан ұстап, ары тартады, бері тартады, шалқанды суыра алмайды. Енді ит көмекке мысықты шақырады. Мысық иттің құйрығынан, ит қыздың етегінен, немересі апасынан, апасы атасынан, атасы шалқандан ұстап, ары жұлқиды, бері жұлқиды, шалқан шықпайды. Мысық болса тышқанды шақырады. Олар тарта-тарта ақыры шалқанды суырып шығарады. Барлығы қуанып, әже ас дайындап, бәрін дастарханға шақырады. Мінекей балалар, бірлесіп атқарған кез келген жұмыс жеңіл болады. Ғажайып